Таяқ тарту ойыны Қазақстанда қайта жандана бастады. Елде ұмыт болып бара жатқан дәстүрлі спортты жаңғырту мақсатында Қырғызстан құрамасының бас бапкері 3 күндік семинар өткізіп жатыр. Ол спортшыларды дайындау тәжірибесімен бөлісіп, техникасын көрсетеді. Күш жаттығулар мен помостағы жұмыс тәсілдерін үйретеді. Оған еліміздің әр өңірінен дене шынықтыру ұстаздары қатысып жатыр. Тренинг барысында қатысушылар тек бақылап қана қоймай, ойын тәсілдерін белсенді түрде орындайды. Шара мақсаты бұл спорт түрін мектеп оқушылары мен студенттер арасында насихаттау, дейді ұйымдастырушылар. Бүгін енді семинарымыз өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қырғыз елінен мамандар келіп, бізге осы спорт түрін егжей-тегжейлі түсіндіріп көрсетіп жатыр. Өте жақсы өтуде. Бұл семинар келешекте барлық оқытушыларға жақсы ықпал көрсетеді деп ойлаймын.